Өнеркәсіптік электроника 8-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы: биполярлық транзисторлар, биполярлы транзисторлардың вольт-амперлік сипаттамалары, биполярлы транзисторлардың қосылу схемалары. Дәрістің мақсаты: биполярлы транзисторлардың құрылымын, жұмыс істеу принципін, вольт-амперлік сипаттамаларын және қосылу схемаларын меңгеру, транзисторлардың негізгі жұмыс режимін түсіндіріп, олардың әртүрлі электрондық құрылғынан қолдану әдістерін үйрену. Биполярлы транзистор. Биполярлы транзистор бұл үш қабатты, үш аймақтан тұратын жартылай өткізгіш құрылғы. Оның басты қызметі электр сигналын күшейту және коммутация. Транзистор қазіргі замандағы электроника негізгі, ол бірақ күшейткіштерге аналогтық және цифрлық құрылғыларда кеңінен қолданылады. Биполярлы транзистордың екі негізгі типін білеміз. Ол NPN транзистор, оның құрылымы N-эмиттер, P-база, N-коллектор. Эмиттер мен коллектор N-типті жартылай өткізгіштен, база P-типті жартылай өткізгіштен тұрады. Бұл транзисторға негізгі заряд тасымалдаушылар электрондар. Екінші түрі PNP транзистор, құрылымы P-эмиттер, N-база, P-коллектор. Эмиттер мен коллектор P-типті жартылай өткізгіштен, база N-типті. Бұл жағдайда негізгі тасымалдаушылар кемтіктер. Екі тип транзисторда бірдей принциппен жұмыс істейді, тек тоқтың бағыты және кернеу полярлығы өзгеше болады. Биполярлы транзисторда екі типтегі заряд тасымалдаушылар электрондар мен кемтіктер тоқтың берілуіне қатысады. Мысалы, NPN транзисторда эмиттер базадағы электрондарға өтеді, олар негізгі тасымалдаушылар. Базада аз мөлшерде кемтіктер, көмекші тасымалдаушылар болады. Сол себепті мұндай транзисторлар биполярлық, яғни екі полюсті деп аталады. Оларда тоқ екі түрлі тасымалдаушылар арқылы жүзеге асады. Бұл қасиет биполярлық транзисторды өрістік транзистордан ерекшеленеді, өйткені соңғыларында тек бір типті заряд тасымалдаушылар арқылы өтеді. Транзисторның схемалық белгіленуі. NPN транзисторлар кестеде эмиттер стрелкасы сыртқа бағытталған, PN транзисторында стрелка ішке бағытталған. Осылай бағыттар тоқтың қозғалатын бағытын көрсетеді. Биполярлы транзистордың жұмысы. Транзистордың негізгі функциясы кіші тоқтың көмегімен үлкен тоқты басқару. Бұл процесс транзистордың күшейткіш қасиетін қамтамасыз етеді. Аймақтардың қызметі. Эмиттер. Эмиттер бұл заряд тасымалдаушылардың көзі. Егер NPN транзисторды алсақ, эмиттер негізінен электрондардан тұрады. Егер PN болса, эмиттер кемтіктер береді. Эмиттердің күшті регирленген, сондықтан ол көп мөлшерде заряд тасымалдаушыларды базаға айдай алады. База ол өте жұқа және әлсіз регирленген аймақ. Оның негізгі рөлі эмиттерден келген заряд тасымалдаушылардың көп бөлігін коллекторға өткізу. Базаның қалыңдығы әдейі өте кішкентай етіп жасалынған, сондықтан эмиттерден келген тасымалдаушылардың 95-99% база арқылы еш кедергісіз өтіп кетеді. Тек азғана бөлігі базада рекомбинацияланады, базалық ток құрайды. Коллектор. Коллектор заряд тасымалдаушыларды база арқылы қабылдайтын аймақ. Ол базаға қарағанда үлкенірек және жақсы жылу тартады етіп жасалған. Себебі ол транзистордағы негізгі ток жүктемесін көтереді. Коллектор әлсіз регирленген, бұл оның кері бағытта қосылған базаға қатысты потенциалды тиімді тартып тұруына қамтамасыз етеді. Биполярлы транзистордың өзара байланысы бұл мына формуламен беріледі. Бұндағы IE эмиттер тоғы, IB база тоғы, IK коллектор тоғы.
яғни эмиттердағы ток база мен коллектордың қосындысына тең. Күшейту механизмі мына принципе негізделген. Базалық ток өте аз болса да, ол эмиттер база қосылысына заряд тасымалдаушылардың қозғалуын тудырады. Бұл қозғалыс нәтижесінде үлкен коллектор тоғы пайда болады. Осылайша аз базалық ток арқылы өткен коллектор тоғын басқаруға болады, яғни транзистор күшейткіш ретінде жұмыс істейді. Жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ, эмиттер мен база арасындағы тура бағытта кернеу беріледі. Коллектор мен база арасындағы кері бағытта кернеу түсіріледі. Эмиттерден шыққан заряд базадан өтіп коллекторға жетеді. Базадағы аз ғана ток коллектор тізбегіндегі үлкен тоқты басқаруға мүмкіндік береді. Биполярлы транзистордың жұмыс істеу режимін таблица арқылы қарастыратын болсақ, қалыпты күшейткіш режимінде эмиттер база қосылысы тура бағытта, ал коллектор база қосылысы кері бағытта болады. Сипаттамасы ол ең жиі қолданылатын режим. Транзистор тоқты күшейтеді, базалық ток арқылы үлкен ток коллекторға ток басқарылады. Қанығу режимінде эмиттер база қосылысы тура бағытта, коллектор база қосылысы тура бағытта. Сипаттамасы транзистор ашық күйде, коллектор ток шектеулі емес, көбінесе коммутациялық режимде қолданылады. Үшіншісі бөгеу режимі. Эмиттер база қосылысы кері бағытта, коллектор база қосылысы кері бағытта. Сипаттамасы транзистор жабық күйде, коллектор тоғы жоқ немесе өте аз. Бұл режимде транзистор тоқталады. Инверсия режимінде эмиттер база қосылысы кері бағытта, коллектор база қосылысы тура бағытта. Бұл сипаттама бұл сирек қолданылатын режим. Бұнда ток коллектордан эмиттерге қарай ағады, қалыпты жұмыста пайдаланылмайды бұл. Қолданылуы. Транзисторларды күшейткіштер ретінде аудио, радиода қолданылады, электронды кілттерде қолданылады қосқышта, ток пен кернеу тұрақтандырғыш ретінде қолданылады, генераторларда қолданылады, микропроцессорлардың құрамында қолданылады. Қосылу схемасы. Биполярлы транзисторлардың үш түрлі қосылу схемасында жұмыс істей алады. Ол жалпы база элементі база болады, ерекшелігі кіру кедергісі аз, шығу кедергісі үлкен. Қолданылуы жоғары жиілікте қолданылады. Жалпы эмиттерлер ерекшелігі ток пен кернеуді күшейтеді, қолданылу күшейткіш схемаларында. Үшінші, жалпы коллектор болғанда кернеу ерекшелігі кернеуді күшейтпейді, бірақ тоқты күшейтеді. Қолданылуы сәйкестендіргіш ретінде. Қосылу схемасы. Ортақ базада биполярлы транзистордың жұмыс істеу тәсілі оның сұлба қалай қосылғанына байланысты өзгереді. Электр сұлбада транзисторлардың белгілі электрондан ортақ эмиттер ретінде қолдануға болады. Осыған байланысты үш негізгі қосылу схемасы бар. Ол ортақ база, ортақ эмиттер, ортақ коллектор. Әр қосылу схемасы транзистордың күшейту қасиетіне, кіріс-шығыс кедергісіне және қолдану аймағына әсер етеді. Егер ортақ базасын сипаттайтын болсақ, бұл сұлбада база ортақ бірінші тізімде жерге немесе сілтемелік нүктеге қосылады. Сигнал эмиттер арқылы енгізіліп, коллектордан алынады. Электрлік қасиеті кіріс кедергі өте төмен, шығыс кедергісі жоғары, кернеу күшейтуі жоғары, ток күшейтуі шамамен бірге тең немесе одан сәл кіші болады. Қолданылуы жоғары жиілікті күшейткіштер қолданылады. Себебі бұл схема транзистордың өткізу жиілігін барынша пайдалануға мүмкіндік береді. Фазасы өзгермейді. Екінші, ортақ эмиттер болғанда, екінші схемада бұл схема ең көп қолданылатын қосылу тәсілі. Эмиттер ортақ элемент ретінде жерге қосылады. Кіріс сигналы базаға беріледі, ал шығыс сигналы кернеуден коллектордан алынады. Электрлік қасиеті кіріс кедергісі орташа, шығыс кедергісі орташа немесе жоғары, токта кернеуді күшейтіледі, яғни қуат күшейткіш ретінде өте тиімді. Фазасы
180 градусқа өзгереді, яғни шығыс сигнал кіріске кері фазада болады. Қолданылуы: күшейткіш каскадтарда, логикалық элементтерде, инвенторларда, электронды құрылғыда ең көп таралған қосылу түрі. Үшінші, ортақ коллектор болғанда, үшінші схема бойынша. Бұл схема бойынша коллектор ортақ элемент ретінде қосылады. Кіріс сигналы базаға беріледі, ал шығыс сигналы эмиттерден алынады. Электрлік қасиеті: кернеу күшейтуі 1, тоқтың күші бар, кіріс кедергісі өте жоғары, шығыс кедергісі өте төмен. Фаза сақталады. Қолданылуы: буферлік каскад ретінде қолданылады. Жүктемелі сәйкестендіру мақсатында қолданылады. Сигналдық қайтарғыш ретінде қолданылады. Қосылу схемаларын салыстыру кестесіне тоқтасақ, ортақ база болғанда кіріс кедергісі төмен болады, шығыс кедергісі жоғары болады. Ток күші 1-ге тең, кернеу күшейтуі жоғары, фазасы 0, қолданылу жоғары жиілік. Ортақ эмиттер болғанда кіріс кедергісі орташа, шығыс кедергісі орташа немесе жоғары, ток күшейтуі жоғары, кернеу күшейтуі жоғары, фаза ығысуы 180 градус, қолданылуы әмбебап. Ортақ коллектор болғанда кіріс кедергісі жоғары, шығыс кедергісі төмен, ток күшейтуі жоғары, кернеу күшейтуі 1-ге тең, фазаны ығыстыруы 0 градус, қолданылуы буфер сәйкестендіру. Қысқаша сипаттама: жалпы база болған кезде ток күші жоғары, кернеу күші күшейтуі жоғары, жалпы қолданылуы арнайы. Жалпы эмиттер болғанда ток күшейтуі жоғары, кернеу күшейтуі жоғары, жалпы қолданылуы көп қолданылатын схема. Жалпы коллекторда ток күші жоғары, кернеу күші 1-ге тең, жалпы қолданылуы буфер сәйкестендіргіш. Биполярлы транзисторлардың вольт-амперлік сипаттамасына тоқталатын болсақ, биполярлы транзисторлардың вольт-амперлік сипаттамалары бұл транзистордағы тоқтар мен кернеудің арасындағы тәуелділік графигі түрінде бейнелетін маңызды сипаттамалар. Олар транзистордың әртүрлі режимде қалай жұмыс істейтінін түсінуге мүмкіндік береді. Оның екі негізгі түрі бар. Ол коллекторлық сипаттама, ол негізгі. Коллекторлық сипаттама бұл транзистордың коллектор тоғының коллектор-эмиттер кернеуіне тәуелділігін көрсететін график. График әдетте бірнеше қисықсыздықтардан тұрады. Әрқайсы базалық тоқтың нақты мәніне сәйкес келеді. Яғни база тоғы артқан сайын коллектор тоғы да артады. Бұл транзистордың күшейткіш ретінде қасиетін көрсетеді. Бұл сипаттама негізгі 3 аймақта тұрады. Белсенді аймақ, коллектор база қосылысы, кері электр эмиттер база қосылысы тура транзистор күшейткіш ретінде жұмыс істейді. Қанығу аймағы: екі қосылыс тура бағытта, транзистор ашық күйде, ток шектеулі емес, коммутаторлық құрылғыда қолданылады. Бөгеу аймағы: екі қосылыста кері бағытта, транзистор жабық күйде, ток жоқ немесе өте аз. Екінші, базалық сипаттама. Базалық сипаттама база тоғының база эмиттер кернеуіне тәуелділігін сипаттайды. Бұл сипаттама диодтың тура бағытты сипаттамасына ұқсас, өйткені эмиттер база қосылысы тура бағытталады. Яғни база тоғы егер белгілі бір шекте мәнінен асса, онда NPN транзисторы үшін деп қолданамыз. Екі базалық транзистордың сипаттамасына тоқталатын болсақ, бұнда эмиттерлік сипаттамада бұл элементтер ток күші мен база эмиттер кернеуінің арасындағы тәуелділік, ол диодтың вольт-амперлік сипаттамасына ұқсайды. Коллекторлық сипаттамасы ең маңызды сипаттама. Әртүрлі база тоқтарының қатысты коллектор тоғы мен коллектор эмиттер кернеуінен тәуелділігін көрсетеді. Вольт-амперлік сипаттамасының маңыздылығы: вольт-амперлік графиктерінің талдау арқылы транзисторда нақты қандай режимде жұмыс істеп тұрғанын анықтауға болады. Қасиеті: бұнда I тең болады бетта көбейтілген IV. Бұндағы бетта ток күшейтудің коэффициенті, ол 20-дан 500 аралығында болады.
ИС тек база тоғына байланысты, яғни тоқпен басқару жүреді. Мысал ретінде есепті қарастыруымызға болады. Бета 100-ге тең, ИВ 50 мегагерц миллиамперге тең. Табу керек коллектор тоғы ИС-ті. Мына формуланы қолданып шығарамыз. Қорытынды. Биполярлы транзисторы тоқпен басқарылатын электрондық құрылғы, вольт-амперлік сипаттамасы тоқ пен кернеу арасындағы тәуелділік, қосылу схемалары жалпы база эмиттер коллектор, маңызды формуласы ИС тең болады бета көбейтілген ИВ. Қорытынды. Биполярлы транзисторлар электрондардың негізгі элементтердің бірі. Олар сигналдарды күшейту мен басқару үшін кеңінен қолданылады. Транзисторлардың құрылысы, жұмыс істеу принципі, сипаттамалары мен қосылу тәсілдері олардың функционалдық мүмкіндіктерін анықтайды. Оларды дұрыс түсіну түрлі электрондық құрылғылар мен жүйелерді жобалауға негіз болып табылады.